الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Құрметті мұсылман бауырлар, баршаларыңызға Алла жар болсын. Мына бүгінгі қасиетті жұма күні басып келген қадамдарыңызға ажыр сауаптардан қандай ниет, қандай тілектерде келсеңіз, сол тілектеріңіздің мұстажаб болуын Алла Тағала нәсіп етсін. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы дүние, ақырет егістігі. Ең үлкен тақырыптар, ең маңызды тақырыптар. Кешегі өткен бабаларымыздың айтып өткен, біз қайдан келдік, не қылып жүрміз, қайда барамыз деген сұрақтардың осы жерден осы сұрақтарға жауап алуымызға, осы тақырыптан жауап алуымызға болады. Алла Тағала Құранда Әл-Аймран сүресінің 133 аятында сіздер мен біздерге де мархамат етіп былай деп баян етеді. Астаузу билла ва сариу иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха самавату вал арзу уиддат лил муттақин. Раббыларыңның кешіріміне, кеңдігі жер мен көктей болған тақуалар үшін әзірленген жәннатқа ұмтылыңдар дейді. Алла Субхана ва Тағала сіздер мен біздерді жаратқандағы негізгі мақсаты Құранда баян етілгендей وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен адамдар мен жындарды тек қана өзіме құлшылық қылу үшін ғана жараттым деп баян еткен болатын. Шын мәнінде құрметті жамағат, адам балаларының, олармен қатарлас жындар әлемінің осы дүниеге келудегі негізгі мақсаты Аллаға құлшылық қылу, Алланың шынайы құлы болу екен. Абдулла ибн Аббас, Алла о кісіден разы болсын, бұл аятта Алла Субхана ва Тағала литаарафу, мені тануларың үшін сендерді жараттым деген осындай толығырақ мағынасын түсіндірген екен. Өмір адам баласының мәңгілік бақытқа немесе өкінішке алып баратын қысқа ғана мерзім. Шын мәнінде Аллах Тағала әр пендесіне әртүрлі ғұмыр береді, әр пендесінің тағдыры әртүрлі. Ешкім өз тағдырын өз қолынан жазып алмайды, бірақ Алла Субхана ва Тағала адамдарға ерік беріп қойған екен. Өмірдің мәні ақыретке азық жинап, сол арқылы шынайы бақытқа жету екен. Біздің қазақ атамыздың сөзі бар: түстік өмірің болса, кештік азық жина дейді. Шын мәнінде нағыз мұсылман адам екі дүниенің қамын бірге ойлау керек. Пайғамбарымыздың хадистерінде келеді: Хойрун нас мән янфаун нас. Адамдардың ішіндегі ең жақсылар кімдер десеңдер, олар сол адамдарға пайдасы тигендер дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассаламға бір адам келіп: «Я Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, адамдардың ішіндегі ең
ақылдылары кімдер деп сұрайды. Ең ақылдылары кімдер деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ақыретін көбірек ойлаған адамдар дейді. Ал енді сол адамдардың ішіндегі ең абзалы кім деп сұраған кезде мінез құлқы ең көркем болғандары дейді. Шын мәнінде адамның мінез құлқынан көп нәрсе сол мінез құлқынан шығатындығы белгілі. Көп нәрсе соған байланысты екені де белгілі екен. Кешегі өткен Шәкәрім бабамыздың да айтқан сөзі бар. Әрбір адамның мінез құлқы сол адамның ертең өміріне айналады. Сол өмірімізді сол ұстанған мінез құлқыңыз әр адамның негізгі рөл атқаратында осы нәрсе деп басы айтып өткен екен. Мынау пайғамбарымыздың хадисінде «Ад-дуния мазраатул ахиро» дейді. Дүние ақыреттің егістігі. Жаңағы біздің тақырыбымызға байланысты айтып отырмыз. Өмірдің нығметі әрі қысқа ғана сынақ, сапар, сол сапарды қалай өткізуді, мәңгілік бақытыңа қалай жетуді білу үшін әр адам Алланың түсірген, нәзіл қылған ең тура дін ислам дінін ұстау керек. Кейбір адамдар сұрайды, дін деген не дейді? Дін деген адамды екі дүниелік бақытқа жіберетін, екі дүниелік бақытқа жеткізетін Алланың үлкен нығметтері екен. Бірінші Алланы таныған болсаңыз, одан кейінгі Аллах тағаланың пайғамбарларына иман келтірген болсаңыз, және Алладан екі дүниелік жақсылықты тілейтін болсаңыз, әрбір адамның Алланың алдында үлкен бақытқа, үлкен абыройға, үлкен ажыр сауаптарына жетуіне мүмкіндік болады. Кейбір мұсылман бауырларымыз мешіттерге келген кезде сұрайды, емеке жолым болмай жатыр, жұмысым жүрмей жатыр, болмаса денсаулығым болмай жатыр, болмаса үйлене алмай жүрмін, балалы болмай жүрмін, әртүрлі себептермен келеді. Дұрыс, оның барлығы керек. Бірақ ең бастысы қайсымыз болсын, бірінші өзіміз, кейін балаларымызға үйретуіміз керек. Алладан ол ортада тұрған имамыңыз, молдаңыз, ол бір себепші ғана, сұраушы ғана. Бірақ Алладан тілеген кезде қайсымыз болсын, Алла біздерге екі дүниенің жақсылығын бер деп сұрауымыз керек. Сонда Алла тағала сіздің осы дүниеде сұрап тұрған дүниеңізді де береді, және ақыретіңізді де абат қылады екен. Алла тағала Құранда Хадид сүресі 20 аятта сіздермен біздерге былай дейді: Астағузу билла «И'ламу иннамал хаяту дүния лаибун ва лаху зайнатун ва тафахурун байнакум ва такатур фил амвал вал аулад». Біліп қойыңдар дейді Аллах субханаху ва таала, дүниенің тіршілігі ойын, күлкі, сауық сайран, сән салтанат және өзара мақтан мен көбірек дүние жию және үрім бұтақты көбейту жолындағы бәсеке ғана дейді. Осы нәрселер шын мәнінде шырылдауық шегіртке ұқсап, көгалда жүріп ән салған болып қалмауымыз керек өмірдің. Ертең әттеген ай деп Алланың алдына барған кезде, анау қабірде тыйыш жатуымыз үшін осы дүниеде сол ақыретімізге жемісімізді егіп, солар үшін амалдарымызды жасауымыз керек екен. Хазіреті Али радиаллаху анхуға бір кісі келіп, «Ей Али!» Бір кісі болғанда, ол кісі ғойриддин,
басқа діннің өкілі дейді бір руаяттарда айтады, дінсіз дейді. Әлиден кеп сұрайды, «Я Әли, осы сендер күндіз түні тынбай құлшылық қылып жатасыңдар. Намаз оқисыңдар, ораза ұстап жатасыңдар күннің ыстығында. Әйтеуір тыным жоқ сендерде. Бірақ бір сәт ойландың ба, Әли? Сол сендердің айтып жүрген ақыреттерің, ақырет деп тұрғанда о дүние деп тұрмыз ғой. Ақыреттерің алда жалда болмай қалса, ол жақта еш нәрсе сендер айтып жүрген қыл көпір деген, қабір сұрағы деген, махшар әлемі деген, мизан таразысы деген дүниелер болмай қалса, сонда осы дүниеде істеген қаншама михнат, құлшылығың, түнде тұрып намаз оқуың, дәрет алуың, малыңнан жырып зекет беруің, осылар барлығы далаға кетіп қалмай ма? Сол жөнінде бір сәт ойланбайсың ба дейді. Көп адамдар дінге келе алмай жүрген адамдардың көбінің ойында осы нәрсе бар. Шын ғой, осы нәрсе бар. Сенбейді. Сонда Хазіреті Әли жаңағы дінсізге айтқан екен, Алланың құлы, жарайды, егер сіз айтқандай болып, ақырет болмаған болса, біз еш нәрседен ұтылмаймыз. Бұл дүниеде істеген құлшылығымыз үшін біз оның зая кетті деп өкінбейміз. Ал бірақ сол біздің айтып жүрген ақырет болып қалатын болса, яғни ол шын мәнінде ақырет бар ғой, ақырет болатын болса, сен ешқандай құлшылығың жоқ, Аллаға сенбеген, ешқандай қайырлы амалың жоқ, не істейсің деген ғой. Сонда жаңағы кісі тұрып, «Ей Әли, шын мәнінде сендер екі дүниенің қамын ойлап жүрсіңдер. Шын мәнінде, егер мен бұл дүниеде бекерден бекер ешқандай құлшылықсыз жүрген болсам, егер сол сенің айтып отқан ақыретің болып қалатын болса, онда кірерге тесік табармай, сондай мұңда, сондай өкініште болар едім» деп Хазіреті Әлидің алдында исламды қабылдаған екен. Міне, құрметті мұсылман бауырлар, сіздер мен біздердің қанша жерден төзімді түрде, сенімді түрде, ең бастысы сенімді түрде сауап үмітімен Алланың разылығына жету мақсатында жасайтын істеріміз зая кетпейтіні бек анық. Оның қайырын осы дүниеде де көреміз, және ақыретте де көреміз. Қазақта мынандай сөз бар, құрметті жамағат, кісі ақысы қияметке кетпейді дейді. Үлкен адамдар, осы жерде отырған ағаларымыз жақсы білсе керек, кісінің ақысына кірген адамдардың, олардың не болғандығы, олар былай қалсын, олардың балаларына соның әкесінің жасаған қиянаты біреудің ақысына кіргендігі, сол балаларына да тиетіндігі, соны көзбен көргендеріңіз бар шығар. Сондықтан, құрметті жамағат, әрбіреуіміз Алланың ризалығына жету үшін ең бастысы ниетімізді дұрыстап, одан кейін ислам шариғаты нені талап еткен болса, сол бойынша өмір сүретін болсақ, иншалла Алланың разы болған пенделерінен болатынымыз анық. Алла субхана ва тағала Құранда Бақара сүресінің 222 аятында сіздер мен біздерге былай дейді: Астаузу билла, инналлаха юхиббут тауабин ва юхиббул мутатаххирин. Расында Алла тәубе етушілерді және таза болушыларды жақсы көреді дейді. Осы аят, қысқа ғана аят, адамның бүкіл өмірін қамтиды десе артық айтпаған болса керек. Мына жерде не деп тұр? Расында Алла тәубе етушілерді. Тәубе ету деген Алладан кешірім сұраушылар. Я жұмыр басты пендеміз, қателесеміз, күнә жасаймыз, біреудің хақысына кіріп кетіп жатамыз,
біреуді ренжітіп жатамыз, туысқандарымыздан кішкене алшақтап жатамыз, көршімізге де бір қиянатымыз тиіп қалып жатады. Бірақ уақытылы сол үшін өкініп, ақысына кірген адамнан кешіріміңізді сұрайтын болсаңыз, міне шынайы түрде тәуба қылушы адам осылар. Және Алла тағала таза болушыларды жақсы көреді дейді. Таза болу, білесіз, намаз оқысын не істейміз? Талай осы жерде жаназа намаздар өтеді. Қаншама айтып жатырмыз, құрметті жамағат, намазға тұру үшін дәретті болыңыздар. Мына жерден сауап емес, күнә арқалап кетпеңіздер. Бізге айту парыз, дұрыс түсініңіздер. Әдейі келгеннен кейін пайғамбарымыз алейхиссаламның айтқанындай, Ухуд тауындай сауапқа ие болу үшін дәрет болу керек. Пайғамбарымыздың хадисінде не дейді? Ат-тахарату мифтахус сала, ас-салату мифтахул жанна. Тахарат, яғни тазалық, ол намазың кілті дейді. Ал енді намаз болса, ол жәннаттың кілті дейді. Бір кісі пайғамбарымыздың уақытында үсті басы алым жұлым, аптасына бір рет алатын тырнақ та алынбаған, бірақ әйтеуір мұсылман. Үстіндегі киімде ескі болса да тазалықтың бір нышаны жоқ. Я Алла деп айғайлап тұр дейді ана бұрышта. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалам сахабаларына: сахабаларым, не ойлайсыңдар мына кісі жөнінде? Үстінде бір тазалықтың бір нышаны жоқ. Исламның талап етіп отырған нәрсесі, әсіресе көпшілік адамдардың ойында бар мына нәрсе. Оныкі қабыл бола ма? Әлде менікі қабыл бола ма деген осындай нәрсе болады. Әлбетте оныкі қабыл болады. Неге? Себебі ол дәретін алды. Сіз дәрет алған жоқсыз, дәретіңіз жоқ. Ол намаз оқып жүр. Қате болса да намазын оқып жүр. Сіз мүлде намаздан бейхабарсыз. Кімдікі қабыл болады? Әлбетте сол намаз оқып жүрген адамдікі қабыл болады. Бірақ шын мәнінде жаңағы адамның жасап отырған амалы үстіндегі тазалыққа, дәретке, пайғамбарымыздың сүннеті болған аптасына бір рет тырнағын алып, мұртын басып, шашын тазалап деген сияқты дүниелерден мүлде ада болған ғой ана кісі. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, ол нәрселерден сақтануымыз керек. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді: ан-назафату шатрул иман, тазалық ол иманның жартысы. Бұның барлығы осы тақырыпқа кіріп жатыр. Неге? Себебі осы істерді жасасақ, иншалла, ақыреттік сол біздің жемісіміз. Бір ақсақал ғұлама шәкірттерімен әңгіме барысында 30 жыл бұрын альхамдулилля дегенім үшін 30 жыл бойы тәуба етіп келе жатырмын дейді. Тәуба деген сөз жаңа айттық қой, кешірім сұрап келе жатыр. Қараңыз, шәкірттеріне айтады екен: 30 жыл бұрын бір нәрсеге альхамдулилля деп қойған ғой. Енді сол үшін 30 жыл бойы өкініп келе жатырмын дейді. Сонда шәкірттері сұрайды: ұстаз, ол не себеп? Альхамдулилля деген жақсы нәрсе ғой, Аллаға мақтау болсын. Бір нәрсеге риза болып айтқан шығарсыз, ол үшін неге өкінесіз, неге тәубе қыласыз десе, саудамен айналысады ғой. Сол саудамен айналысып жүргендердің ішінде бір көршісінің сауда орны, дүние мүлкімен, тұрған жерімен бүкіл күйіп кеткен ғой. Мына кісінікі аман қалған. Сататын орны, киім кешегі барлық орында. Хабар естіді, сатушысы бар шығар. Хабар естіді, бұл кісі бірден автоматты түрде альхамдулилля деген ғой. Сіздікі аман деген кезде альхамдулилля деген ғой. Сонда артынан барып ойландым дейді: мен неге айттым сол нәрсені? Анау қасымдағы көршімнің дүкені, сататын орны, дүниесі барлығы күйіп кетті. Ал мен болсам альхамдулилля дедім. Менікі аман қалды, басқасыныкі не болса о болсын деген сияқты сондай ой кеп қалды ма екен енді. Пендеміз ғой. Кейін
Дүние сатып тұрған дүниемді сол жерде тұрған манағы отқа оранған дүниелері соларға бөліп бердім деген ғой. Теңдей бөліп берген ғой барлығына. Ол аздай 30 жыл бойы Алладан кешірім сұрап келатым. Я Раббым, мен пенделікпен айтып қалдым сол сөзді. Кешір мені. Мен аналардың сол жердегі ситуациясына кірген жоқпын. Олардың басына түскен мұсибатқа, ауыртпашылықты сүнбедім деген сияқты осындай Алладан шынайы түрде манағы тәуба қылып кешірім сұрап жүрмін деп шәкірттеріне сол тәубасының себебін түсіндірген екен. Алла Тағала Құранда Шам сүресінің 9-10 аяттарында былай деп баян етеді: Астағузу билла, қод афлаха ман заккаха ва қод хаба ман дассаха. Расында нәпсін тазартқан кісі құтылады, әлдегім иман келтірсе қор болады дейді. Уағызымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисімен аяқтасақ, пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: нағыз жақсы адамдар осы дүниесі үшін ақыретін тарқ қылмайды дейді. Осы дүниесі үшін, ақыреті үшін бұл дүниесін тастамайтын адамдар нағыз жақсы адамдар дейді. Түсіндіңіздер? Нағыз жақсы адамдар осы дүниеде енді барлығы керек қой. Ақша да керек, жұмыс та керек, мал да керек, киім да керек, үй да керек, көлік та керек, барлығы керек. Былай айтқанда тарку дүния болмаңдар дейді. Тарку дүния деген сөз мына дүниенің бәрін жауып қойып, тек қана ақыретпен ғана шұғылдану ол дұрыс емес. Ақыретіңізді де ойлаңыз, құлшылығыңызды жасаңыз, жұмысыңызды істеңіз, байыңыз, жетіліңіз, зекетіңізді беріңіз, туған туысқандарыңызға қол ұшыңызды беріңіз, қоғамға пайдаңыз берсін. Қазақтың бір сөзі бар: біреуде болса қуан, ол саған бермесе де сенен сұрамайды дейді. Дұрыс па? Сондықтан Абай атамыздың сөзінде: кеше балең келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар бұл өмірде одан басқа дейді. Бүгінгі өмір шын мәнінде бір сағым сияқты ертең өте шығады. Кеше ғана жұма болды, міне көзді жұмғанша мына жұмада келіп қалды. Сондықтан уақыттың қадірін білейік, өміріміздің қадірін білейік, ақыретімізді ұмытпайық. Алла сіздер мен біздерге сол айтылған уағызымызға амал қылуды нәсіп етсін. Уахиру дауана алхамдулиллахи роббил аламин. Аллаху акбар. Алла разы болсын.